Ассалаумағалейкум, құрметті қадірменді бүгінгі ойынның қонақтары. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aman etsin, жарақатсыз өткізуге нәсіп етсін. Ең мықтысы чемпион болсын бүгін. Аллаху акбар. Төрешінің ысқырығы берілді. Ойын жалғасын табады. Мінекей мәртебелі достар, ортада сәлемдесу рәсімі. Ойыншылармен таныстыра кетейік. Тұранел Көкпар командасынан бірінші нөмірлі Мұғыжан Зияс, екінші нөмірде Тілеубек Темірлан, үшінші нөмірлі Серғазиев Мұхтархан, төртінші нөмірде Тақауиев Мирас атты азаматтар. Ал енді Ақтоған Көкпар командасын таныстыратын болсақ, Әптекбаев Ерсұлтан. Бірінші нөмірде Жақсылықов Руслан, екінші нөмірде Құлзары Есіркеп, үшінші нөмірде Төтенов Елдар. Алдарыңызда керемет өнер көрсететін болады. Бас төреші Нұрбол Бөрібек ойынның шартын палуандарға қысқаша түсіндіре кетуді жөн көрді. Одан кейін өзінің ысқырығымен ойынды бастауға әмір береді. Бәрекелді, төрешінің ысқырығы берілді. Алдарыңызда Ақтоған Көкпар командасының бәрекелді азаматтары әлеуге тырысып көрді, алайда Тұранел өзінің шеберлігін көрсетті. Ортада жекпе-жек Ақтоған Көкпар командасынан бірінші нөмірлі Жақсылықов Руслан, Тұранел Көкпар командасынан екінші нөмірлі Тілеубек Темірлан ортада таласты, өткізді. Дегенмен бірінші нөмірдегі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы өзінің ойлағанын іске асырып барып, қазандықтан табылып өзінің салымында салып үлгерді. Бәрекелді. Мінекей. Бәрекелді, мінекей кезекпен ілуге тұрмысып жатыр. Дегенмен жерден шеберлікпен іле білген, серкені көтере білген Тұранел Көкпар командасының ойыншысы. Алдарыңызда 4-ші нөмірде Тақауиев Мирас еді. Астындағы сәйгүлігінің аты Тұман. Біздің қадірлі палуандар, ортада жақсы ойын көрсетейік. Ойын қызу болсын. Дегенмен осы ойыннан кейін бір демеушіден айырылмайық, сондықтан сақ болыңыздар. Мінекей Ақтоған Көкпар командасының екінші салымы ортада орын алды. Қошеметтеріңіз болсын ағайын.
Бәрекелді. Жеке дара Серкенің қасына келіп, Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы Құлсары есіркеп тақымға алып та басып та үлгерді. Енді істі аяғына жеткізе алар ма екен? Қарсыластың қазандығының қасына да келіп үлгерді. Кезекті салым Құлсары есіркептің орындауында. Ақтоған Көкпар командасының қоржынына тағы бір ұпай сыйлады. Есеп 3-0. Ойынға жақсылап кірісіп, шешіліп басу керек. Қамшыны атқа салу керек. Мінекей, көпшінен суырылып кеп 3-ші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы Төтенов Елдар тақымға басып үлгерді. Дегенмен де қарсылас команданың ойыншысы да тақымына жармасып Серкені бере қояр емес. Ортада нағыз талас, нағыз тартыс көрініс табуда. 2-1-дей қарсыласты. Қарсыласты бөгіп отырған Тұранел Көкпар командасының ойыншыларына алғыс айтудан басқа амал жоқ. Қошеметтеріңіз болсын ағайын. Мінекей кезекті салымға қол жеткізе алмады. Ойын әрі қарай жалғасады. Біз төрешінің ысқырығына ғана қараймыз. Сол ысқырыққа мән береміз дегенмен нағыз төрешінің ысқырығы берілетін сияқты. Алайда мінекей тақымы тастай жігіттер тармасып мінекей 1-ші нөмірдегі Тұранел Көкпар командасының ойыншысы Мұғыжан Зияс ортада керемет ойын өрнегін көрсетті. Мәртебелі жақсылар, мінекей 1-ші бөлімнің аяқталуына 9 минут уақыт қалды. 9 минут деген ол Көкпар алаңында 9 сағаттай уақыт дегенмен де нағыз балуан оңды солын білмейді деп қазақтың айтатыны бекер емес. Уақытқа да басқаға да қарамай салымға қол жеткізуге әбден үлкен мүмкіндік бар. Сондықтан 4-ші нөмірлі Тұранел Көкпар командасының ойыншысы Тақауиев Мирас әзірге керемет ойын өрнегін көрсетті. Тақымға басқан Серкесін қанша адам жармасса да есесін жібермеді. Бәрекелді, мінекей асқан шеберлікпен лып еткізе жердегі Серкені тақымға басып үлгерген тағы да Мұғыжан Зияс болатын. Ол енді мінекей оңтайлы сәт келген сияқты дегенмен де Ақтоғай Көкпар командасының қорғанысы да осал емес. Бәрекелді. Зияс, қанекей, ел сенім артып отыр. Ағайын салымыңды күтіп отыр. Бәрекелді, ілеміз ағайын. Бәрекелді, міне. Палуандардың ілетін сәті. Міне, Зияс өзі тастап, өзі ілді. Бәрекелді, жігіт, міне. Ретінде, сәтінде. Уақытында білетін азаматтар осындай болады ағайын. Өзі тастады, айналып кеп өзі ілді. Командаластардың дәл осы кезде жәрдемі керек. Нағыз қақтығыз, нағыз дода осы болады. 3-1-дей қарсыласқа төтеп беріп жатқан Мұғыжан Зиясқа бір қошемет болсын ағайын. 3-1-дей қарсыласқа төтеп беріп тұр ағайын. Бұны айтуға болмайды. Тақауиев Мирасқа қошемет болсын ағайын, міне. Бәрекелді. Дегенмен де бұндай тамаша тартыстың соңын 1-ші нөмірлі Жақсылықов Руслан іске асыра алды, әрине өзінің командаластарының арқасы. Тұранел командасы есеп ашқан жоқ, сондықтан жігіттер етек жеңді жиып
Мінекей, әзірге Серке 3-ші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы Төтенов Елдардың тақымында. Мінекей, жекпе-жекте Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы 1-ші нөмірдегі Жақсылықов Руслан еді. Мінекей, ойын шеңбер сыртына шықты. Әрі қаратай жалғасын табуда. Әлі де Серке. Бәрекелді. Жақсылықов Руслан алдарыңызда. Топты алдап келе, ыңғайлап келе өзінің діттеген мақсатына жетті. Мінекей, кезекті салым. Ал бәрекелді. Төрешінің ысқырығы берілді. Ойын басталды. Бәрекелді. Кезекті. Ілудің әдемі көрінісін көрсеткен Төтенов Елдар болатын. Ол өзінің командаласына пас беріп ойынды әрі қарай жалғастырды. Дегенмен, мінекей қарсыластың тақымындағы Серкені жұлып алып, 2-ші нөмірдегі Тілеубек Темірлан қазандыққа ұмтылып келді. Дегенмен салым үлгермеді. Бәрекелді міне. Қағуда, соғуда дәл осы жерде орын алды. Дегенмен жігіттер атты адамға салудан аулақ болайық. Бәрекелді, 4-ші нөмірлі Тақауев Мирас келді. Дегенмен бәрекелді. Бәрекелді, өзі тастап өзілетін алдарыңызда. Тақауев Мирас атты азамат, қошеметтеріңіз болсын. Астындағы Тұман деген сәйгүлік ағайын. Екі командадан да 1-ші нөмірлі жекпе-жекке шыққан екен. Бәрекелді, міне. Өзінің шеберлігін көрсеткен, ыңғайын көрсеткен 1-ші нөмірлі Ақтоған командасының ойыншысы Жақсылықов Руслан алдарыңызда. Ойынды өзінің пайдасына шеше алар мекен, салым бола ма жоқ па? Ол әлі белгісіз. Дегенмен реті келмей тұрған сияқты. Бәрекелді, салым. Қошеметтеріңіз болсын. Кезекті салымның иесі Ақтоған Көкпар командасы. Есеп 6-0. Бәрекелді. Шауып келіп, жүйткіп келіп үлген Төтенов Елдарды бәріміз көрдік ағайын. Ойын басынан бір талай елудің әсем көркемдігін көрсетіп жатқан жігіттер. Талас тартыс ортада. Тұранел Көкпар командасының жігіттері қарулы шауып бара жатқан. Балуанның тақымындағы Серкені таласқа, тартысқа түсіріп жатқан азаматтар ортада. 2-ші нөмірлі Тілеубек Темірлан қарсыластарымен тартысып, өліспей беріспей жатқан азамат. Ойынның аяқталуына санаулы секундтар қалды. Дегенмен соңғы мүмкіндіктерің бар Қанекей. Үлгірейік. 3, 2, 1, 0 уақыт жігіттер. Палуандарға, құлақтарына алтын сырға, қазандықтың ауысқанында ескеріп отырыңыздар. Төрешінің ысқырығы берілді. Шешуші бөлім басталды ағайын. Мінекей, ортадағы Серкеге қызу талас тартыс жүріп жатыр. Дегенмен сол таластың ішінен суырылып шыққан Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы Төтенов Елдар болатын. Дегенмен де қорғаныс деген қарсыластардың күші ойлаған ойларын іске асыруға мүмкіндік бермей жатыр әзірге. Дегенмен де жігіттер тырысып бағуда.
Мінекей екінші нөмірлі Тілеубек Темірланның жармасып қарсыласының тақымынан суырып алғанын көрдік. Сондықтан атты адамға туралап салудан, шауып келіп қағудан өзімізді тежеп отырайық. Бәрекелді. Оңтайлап, ыңғайлап біле бастаған, алдарыңызда өнер көрсетіп жатқан Тақабуев Мирасқа қошемет болсын. Жеке дара Қазандыққа қарай бет алды. Дегенмен де Ақтоғанның қорғанысы өзінің ісін керемет атқарып жатыр ағайын. Қараңыздар. Шабуылда да шөу бірге, қорғаныста да шөу бірге. Қайда жүрсе де шөу бірге. Тасқамалдай қорғаныстарын атап өтпеске болмайды. Бәрекелді, мінекей, жекелеп шықтың алдыға. Бас Қалекей, Тақауев Мирас алдарыңызда. Салым жоқ, әзірге мінекей. Қазандықтың басында талас тартысып өтіп жатыр. Ортадан ағыз, экшн сәтті, бәріміз көрдік. Ондай ойынның арасында боп тұрады. Бәрекелді, Қазандықтың қасында Серке. Серкенің қасында 4 балуан. Бәрекелді. Оңайла біле білген ортада. Ақтоған Көкпар командасының тақымында Серке. Бәрекелді, төрешінің ысқырығы. Мінекей қадірлі көрермен, ойын басталды. Төрешілердің ұйғаруымен Тұранел Көкпар командасынан бір ойыншы 2 минутқа шеттетілді. Қазір 2-3 алаңда ойын жалғасты. Келеңсіз оқиғаға 7-ші минутта тап болған екенбіз. Демек 7-ші минуттан әрі қарай ойынды жалғастырамыз. Ойын алаң сыртында, ортада шеңберден бастаймыз. Дегенмен, бұндай байдың қызында да болып тұрады ағайын. Сондықтан ортада байдың қыздарына қарағанда нағыз таласта, тартыста, додада жүрген жігіттер ғой. Сондықтан қолпаштап, қошеметтеп білдіріп қойыңыздар. Қан қызылуында тұрған іштеме жоқ. Жігіттер еңсені биікке көтеріп, алаңда ойын көрсетейік. Төбелесті алаңнан шығып, аттан түсіп, бастайсыздар енді көресіздер. Ортада қазір ойын көрсетейік, нәтиже көрсетейік, сан көрсетейік. Ортада жекпе-жекте бірінші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы Жақсылықов Руслан және Тұранел Көкпар командасының ойыншысы 4-ші нөмірде Тақауев Мирас алдарыңызда. Нағыз таласқа, тартысқа түсіп жатқан додалы сәт. Мінекей Жақсылықов Русланның сәтті оңтайлы пайдаланғанын көрдік. Енді салым. Қошеметтеріңіз болсын. Шеттетілген ойыншымыз уақыты өткен сияқты. Демек, алаңнан ойыннан табыла берсе болады. Төрешінің ысқырығымен ойын жалғасты. Әрі қаратай алаңдағы Серкені ең бірінші болып тақымына баса білген 3-ші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы. Қошеметтеріңіз болсын ағайын. Ой, бәрекелді. Міне, Төтенов Елдардың кезекті ілуін көрдік. Сурет қой шіркін. Бәрекелді, міне, Елдар тақымға салды. Командаластарымен қорғанды. Жеке дара Қазандыққа келді де міне істі аяқтады. Қошемет болсын. Бәрекелді. Ойын қызу жалғасуда. Неке Серкенің қасына
ыңғайланып. Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы бірінші нөмірлі Жақсылықов Русланның тақымында Серке Қазандыққа бет алды. Аттың тізгінін жібер Қанекей. Мінекей жеке дара Қазандыққа келген сәті. Алайда салым толық аяқталмады. Ары қарай жалғасады. Талас тартыс дәл Қазандықтың басында орын алды. Кімнің пайдасына ұпай беріледі? Әзірге көпшіліктің көкейіндегі сұрағы осы. Ортада талас, тартыс. Әдеттегідей дүбір орын алып тұрағай. Өзің отыр, Русик, өзің отыр. Чапыңды көтер. Айналдыр кеш, айналдыр, ескен. Өліспей, беріспей тұрған қос команданың балуандарын көрсек көз қуанады. Артқа тұр, артқа. Ортада жекпе-жек. Ақтоған Көкпар командасынан 3-ші нөмірлі Төтенов Елдар. Тұранел Көкпар командасынан 2-ші нөмірлі Тілеубек Темірлан ортада өнер көрсетіп жатыр. Әзірге Елдар өзінің шеберлігін көрсетті. Алайда Тұранел Көкпар командасы осал емес. Бәрекелді, мінекей Қазандықтың қасына да ыңғайлап әкелді. Дегенмен істі аяғына дейін жеткізе алар ма әлде? Ойын алаңның сыртына шыға ма? Әлбетте, алаңның сыртына шықты. Енді ойындар қыртай ортадағы шеңберден жалғастырамыз. Ойынның аяқталуына санаулы сәт қана қалды жігіттер. Ойынның аяқталуына 5, 4, 3, 2, 1. Алаңдағы палуандарды бір қошеметпен, құрметпен еңселерін көтеріп қояға ғай. Бұл алаңда сонау алыстан, Қарағанды облысынан, және мынау Жамбыл облысынан, Түркістан облыстарынан алыстан ат берілетіп, дәстүрге, ұлтқа пайдасын тигізетін ұлан асыр еңбегімен еленіп жатқан азаматтар алдарыңыздағы. Сондықтан еңбектерің елене берсін, тақымдарың талмасын, алдарыңнан Алла жарылқасын деген ниет білдірмекпіз. Енді мәртебелі жақсылар, әр сайыстың, әр доданың өзінің марапаты болады, мадағы болады, мақтауы болады. Ондай болса, мен ең бірінші ортаға бүгін мінекей осындай жарысты ұйымдастыруға мұрындық болып мүмкіндік беріп жатқан осы Дәукей Көкпар клубының иесі сіздердің ыстық ықыластарыңызбен Данияр ағама микрофонды ұсынам. Бисмилlah. Жарыс керемет өтті. Аллаға шүкір. Енді осылай ақырын үйренеміз тәртіпке. Алла қаласа. Осы жақта Дәукей Көкпар клубта Аллаға шүкір бізде күнне көкпар. Аллаға шүкір. Сендер мен түсініп атырмын, жарысқа келіп атсыңдар. Керемет, алыстан келіп атсыңдар. Мына алғыз. Аллах Тағала разы болсын. Енді дұға еттік қой. Чемпион мықтысы болсын. Енді чемпион мықты болды, Аллаға шүкір. Бәрі қатысатындарға мына алғыз. Міне Түлкібас команда. Анау Шымкенттен келіп атыр, Аллаға шүкір. Ол бәрі мынау бірлік үшін. Біз мұсылман болу керекпіз, қазақ болу керекпіз, нағыз. Тәртіп ол көкпардан келу керек. Көкпарда ғана мысалы, ұруға болмайды, тарту керек. Серкені жерден іліп, не деген мысалы, атқа ие болу керексіңдер. Ол өнер ғой. Бүкіл ел сендерге қарап жатыр, Аллаға шүкір. Мықты болыңдар, тәртіпті болыңдар, нағыз мұсылман болыңдар. Аллаху акбар. Бәрекелді, мінекей, бүгін керемет ойын көрсеткен үшін сонау Түркістан облысынан атарылтып келген Майлыкент Көкпар командасына ду қол қошеметпен өзіміздің сияпатымызды, марапатымызды тарту етеміз. Арнайы Данияр ағамыздың қолынан мақтау марапатты қабыл алыңыздар. Бұл енді 50 000 теңгелік сыйақы, орамал, тон болмай жол болады дейді.
Жігіттердің сонау алыстан келген еңбегі еленіп, бір-бір мақтау қағаздарымен мойындарына бір-бір медаль тағып жатса, оның несі артық ағайын. Сондықтан қошеметтеріңізді білдіріп, қолдап, қолпаштап қойыңыздар. Үшінші орынды марапаттауға мен ортаға Нұрбол Бөрбек мырзаны шақырайын. Мінекей. Үшінші орынды бүгін иеленген Дәукей Көкпар клубы. Қошеметтеріңіз болсын. Үшінші орын 100 000 теңге. Бүгінгі сый-сияпаттың басты демеушілері Нәтиже сүт фабрикасы және де Rental дыбыс орталығы, бұдан кейін Production Club 51 және Дәукей Көкпар клубы және ортада Айболит сайлау атты ветеринарлық клиника. Бүгінгі марапаттардың басты демеушілері. Ал енді келесі кезекте сіздердің ыстық ықыластарыңызбен бүгінгі осындай жарыстың өтуіне мұрындық болып жатқан, оң мен солына күйіп ыстығына төзіп жатқан Бертістей азаматты ортаға шақырмақпын. Алдарыңызда Исағұлов Бертіс мырза. Ду, қол, қошемет. Бисмилlah. Ассалаумағалейкум, барша көкпар сүйер қауым. Ең алдымен Аллаға мыңда бір шүкір, осындай жарыс өткізіп, жарыс ұйымдастыруға нәсіп етіп отқан. Одан кейін Данияр ағамызға мыңда бір алғыс, мыңда бір шүкір. Осындай жоқтан бар етіп, ЖКЛ формат жасады, жұмсақ жігіттердің денсаулығы аманат деп қазандық жасады, барлық жерде әділ болсын деп муляж шығарды. Біз осы дайынға келіп, тойлап кетіп жүрген жайымыз бар. Алла разы болсын аға сізге ең бірінші. Одан кейін осы қолдап, қолпаштап келіп отқан барша аға бауырларға, оның ішінде мына Дәукей Көкпар клуб жамағатына Алла разы болсын сіздерге. Арқадағы ағаларыма да рахмет, Алла разы болсын. Мен шашбауымды көтеріп, сыйақыларын жолдап, өздері бір команда қойып алып келіп отыр. Барлықтарыңызға рахмет. Бұл көкпар намыспен шабылып жатыр, шыны керек. Бұл жерде алыстан келген команда былай қарасақ байғазымызды да ақтамайды, өйткені жолы бар, палуандардың жататын жері де бар. Бұл көкпар тек қана намыспен шабылып жатыр. Сондықтан намысты болайық қазағым. Бәрекелді. Тамаша сөздер айтылды, естір құлаққа жетер ойға ашығақ кеңес. Сондықтан мінекей осындай азаматтардың еңбегі жана берсін. Дуғыл қошеметтеріңіз болсын ағайын. Сонау Қарағанды облысынан келген Тұранел Көкпар командасы екінші орынның иесі атанып отыр ағайын. Дуғыл қошемет. Ақтай Данияр ағамыз ортадан табылса, бірінші орынға марапатын ұсынса. Қошеметтеріңіз болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті палуандар. Жарыс керемет өтті. Бұл айтамыз ғой 3-ге 3 шабатты. Негізі 3-ге 3 емес, 6-ға 6 шабатты. Оны бүгін астарыңызға мінген тұлпарларыңызбен көрсеттіңіздер. Атың дұрыс болмаса ойында жүрмейді. Оны да көрдік. Меркенің аттары сайланып келген, Қарағандының жігіттері жақсы аттармен келген. Жалпы бір айтатын нәрсе, мына біздің солтүстік өңірлерде атты да палуанды да шығару өте қиын еді да. Сондықтан Қарағандыдан бір осындай команда атымен бірге келгеніне бәріміз қуанып отырмыз. Құдайға шүкір. Ол мынау бағана демеуші нәтижедегі Ерлан ағаларымыздың арқасы болса керек. Бұл көкпарға жігіттер біз өзіміз еге болып, өзіміз жанашырлық танытып, тәртіп орнатпасақ, енді бұған орыстарды әкелудің қажеті жоқ шығар еді. Жігіттер бәріміз намысты жігітпіз. Ешкімде жерде жатқан адам жоқ мына жерде. Бәрі мықты, палуан, бірақ тәртіпке келгенде бас иген құл болмайды. Тәртіпке бас иіп, осы ойынымызды жұртқа жабайлардың ойыны, бұл не ойын, бұда тәртіп жоқ, көкпарды қалай реттейміз дегіздірмей, өзіміз реттемесек біреу бізге реттеп келмейді. Сондықтан жігіттер осы пейілмен, осы ниетпен көкпарды таза шауып, Құдай қаласа 4 команда емес, келесі жолы 8, одан кейін 16, одан кейін 32 команда қатысатындай үлкен деңгейге шығарайық. Ол сіздермен біздерге байланысты жігіттер. Жеңімпаздар, сіздер шын жүректен құттықтаймын. Мына Түлкібас ауданынан келген жігіттер
Құдай қаласа келесі жолы тағы да тыңғылық дайындалып келеді деген үміттемін. Біздің Әулие Ата және Түркістан облысына білесіздер, кез келген екінің бірі шабандоз, екінің бірінің аты көкпарға жарайды. Тек осы форматты үйрену керек. Сонда сәл тәжірибенің жетпегені көрініп тұр. Дәуке көкпар клубы әрине ол бәрін құрметтеп жылда сыйлайды. Рахмет. Бірақ енді тағы ойынды көтереміз, Құдай қаласа. Қарағанды жігіттері өте үлкен рахмет, келгендеріңізге рахмет. Сонша жерден ат терлетіп бағана баспап келдіңіз. Үкімет ағамыз, Алла разы болсын. Айтеке, сіздерге үлкен рахмет, Құдай қаласа. Ықыластарыңыз арта берсін, көкпарымыз дами берсін, жігіттер. Алла жары болсын. Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын ағайын. Керемет сөзін айтып, бауырларын қолпаштап, қошеметін аямай отырған Данияр Ақтаев мырза болатын ағайын. Дуғол қошемет, мінекей, нәтиже сүт фабрикасының бірінші орын иелеріне арнайы дайындаған байғазысы 400 мың теңге табысталды. Одан бөлек әр палуанға диплом және алтын алқа. Бат керейінен кемес бірақ. Нағыз палуандардың алтын алқасы, қошеметтеріңіз болсын. Рахмет жігіттер, еңбектерің елене берсін. Дәл осы сәтте атап айтқан жөн болар, нағыз осы жігіттер Бертіс Каптың 2-ші сезонында чемпион атанып отыр.